Болат Мусин Богатырь көмір компаниясына жол жөндеуші болып жұмысқа тұрғалы да 20 жылдан асты. Соның 10 жылында жас мамандарды тәрбиелеумен шұғылданып келеді. Тәлім беріп жүріп жатқаннан 7 шәкіртім бар. Олардың ішінде мастер болып кетті. Қазір да істеп жатыр, міне. Осы өзіміздің бригадада істеп жатыр. Ударный станциясында Махамбет Идрисов деген бар, істеп жатыр. Осында істеп кеткен Абжанов, Жандос бар, міне өзіміздің бригадада істеп жатыр. Міне жаңадағы шәкірт, міне Алмас Ермек деген енді қазір оқытудың үстіндеміз. Богатырь көмір осы организация ең мықты организация дейді ғой, сондықтан осы организацияға келдім. Қазіргі күнде осы стажировка өтіп жатырмын. Нағыз ердің жұмысы деп ойлаймын. Ауыр жұмыс қой, екі қолға бір күрек табылады дегендей. Мусин Болат ағамыз сол күнделікті көрсетеді, үйретеді, және сол жігіттермен бірге жұмыс жасап, қалай болу керек екенін тек қана сөзбен емес, және практика бойынша көрсетіп жатыр. Қалай істеу керек, оны жаңағы сен кітапта оқыдың ба осыны деп сұрайды. ЖСК деген екен, я говорю, я оқыдым, вот жүр, мен саған көрсетем, қалай жасайды онымен жұмыс. Ертең, чтоб сен экзамен кезінде сұраған кезде өзің не айтып тұрғанды білгеніңдей деп. Тәлім беріп керек, әрине керек. Әрине. Негізі көбісі келіп жатыр, олар мынандай жұмысты істемеген, басқа жерде істегендер көбісі білмейді. Сол себепте әрине керек деп ойлаймын өзім.